Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Жұлдыз каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздермен мандаринді ораманың рецебімен бөліспекшімін. Ал сіздер каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Рецептің толық нұсқасын описание бөлімінде қалдырып кетемін. Шұңғыл ыдысқа жұмыртқаларды жарамыз. Үстіне қант ұнтағын саламыз. Миксермен көлемі 2 есе ұлғайғанша 10-15 минуттай араластырамыз. Содан кейін ұнды саламыз. Сүт пен майды барлығын аз-аздан 2-3 мәртеге бөліп саламыз. Оларды қалақшамен масса басылып қалмайтындай етіп ақырындап араластырамыз. Дайын болған қамырды пергамент қағазы төселген қалыпқа құйып тегістейміз. Қызып тұрған пеште 15-20 минуттай пісіреміз. Уақытын өзіңіздің духовкаңызға қарай белгілейсіз. Кремін жасау үшін қаймаққа қант ұнтағын қосып жақсылап миксермен араластырамыз. Қаймақ сұйық болса, алдын ала сорғытып алсаңыз болады. Піскен бисквитті суланған таза орамалдың үстіне қоямыз. Қамырдың үстіндегі пергамент қағазын ақырындап асықпай аламыз. Бисквиттің үстіне крем жағамыз. Қорыздың қысқа шетіне мандариндерді тығыздап тіземіз. Бисквитті мандариндер ішінде қалатындай етіп ақырындап ораймыз. Дайын болған ораманы тоңазытқышқа 1 сағаттан астам уақытқа қойып қоямыз. Ораманы өзіңіз қалағаныңызша әсемдеуіңізге болады. Мен қант ұнтағын септім. Видео ұнаса, лайк басып кетуіңізді өтінеміз. Келесі видеоларда кездескенше.